Баланы кибербуллингтен қалай қорғау қажет? Қазақстанда 11-15 жас аралығындағы әрбір 5-ші жасөспірім кибербуллингтің құрбаны немесе қатысушысы болады. Осы жастағы оқушылардың 12%-тен астамы кем дегенде бір рет кибербуллингті бастан өткерген. Буллингтің түрлі көрінісі бар, бірақ ата-аналар және мұғалімдер балаға мына сұрақтарды қойып көргені жөн. Сізге желіде қорқытатын немесе қорлайтын хабарламалар келді ме? Порнографиялық сипаттағы бейнелер мен фотолар алдыңыз ба? Әлеуметтік желілердегі қауымдастықтардан, онлайн ойындардан және тағы басқалардан әдейі шығарып тастады ма? Дөрекі сауалнама жүргізілгенде біреуге немесе оған қарсы дауыс беруді сұрады ма? Сіз жалған парақша аштыңыз ба? Жеке фотосуреттеріңіз немесе ақпаратыңыз ұрланды ма? Мекен жайыңызды сұрады ма? Бұл мәселені ашып алуға көмектесетін базалық сұрақтар. Баламен сөйлескенде шыншыл болуға тырысыңыз, сонымен қатар мына кеңесті ескеріңіз. Балаға цифрлық сауаттың қарапайым ережелерін, күмәнді сілтемелерге өтпеуді, желідегі құпия сөзін 12 символдан кем етпеуін ескертіңіз. Желідегі достарын сүзгіден өткізіп отырыңыз. Таныс емес адамдарды достықтан шығарыңыз. Әдетте, бала желідегі 100 досының көбімен таныс емес. Түнгі уақытта интернетке кірмеуге кеңес беріңіз. Онлайн ресурстардағы баптауларды баланың жасына сай өзгертіңіз. Пайдасы аз ресурсқа шектеу қойыңыз. Келеңсіз жағдайға тап болсаңыз, 111 төтенше жағдай қызметіне хабарласыңыз. Мұнда балалардың құқықтарының бұзылуы мен тұрмыстағы зорлық-зомбылық туралы хабарлауға болады.